Ертеде уақыт атты патшалықта жыл атты патша билепті. Жыл атты патшаның мінездері әртүрлі 4 ұлы болыпты. Олар көктем, жаз, күз және қыс. Осы 4 ұлының әрқайсында 3 баладан болған екен. Көктем ұлынан наурыз, сәуір және мамыр атты 3 немересі бар екен. Ал патшаның жаз ұлынан маусым, шілде, тамыз атты немерелері болған екен. Күз ұлынан қыркүйек, қазан, қараша атты немерелері тараса, ал қыс ұлынан желтоқсан, қаңтар, ақпан атты немерелері тараған екен. Патша өз тағына мұрагер етіп ұлдарынан емес, немерелерінің арасынан тағайындауды жөн көріпті. Содан ол өзінің тағына немерелерінің арасынан біреуін тағайындайтынын жария етеді. Сонымен қатар, ол мұрагері білімді, өнерлі, халыққа қызмет ету керектігін де айтып өтеді. Барлық немерелері жыл патшаның алдына келіп, білімдерін, талантын көрсетеді. Барлығы бірінен бірі асып түседі. Немерелерінің бұл өнері мұрагерді таңдауда патшаға қиыншылық түсіреді. Әрі ойланып, бері ойланған патша мынадай жарлық етеді. Менің мына уақыт патшалығым тұрғанда, менің немерелерімнің барлығы да патша болады. Олардың барлығы халық үшін өздерінің жайлылығын, еңбектерін ұсынып отыр. Сондықтан немерелерімнің әрқайсысы 30 күннен патшалық етсін. Міне осы жарлықтан кейін патшалықта әр 30 күн сайын халыққа жыл патшаның 12 немересі үлкеннен кішісіне қарай заңдылықпен патшалық етіп отырыпты деседі.